Сәлеметсіздер ме балалар? Математикалық сауаттылық бойынша тест тапсырмаларын орындайтын боламыз. Ал ендеше бастаймыз. Бірінші сұрақ: төменде А, Б, С, Д, Е, Ф жиындары берілген. А тең Р, Е, Н, Т, А-ға, В тең 1, 7, 2, 9, 8-ге, С тең Е, Т, Н, Р, А-ға тең дейді. Енді Д 1, 2, 8, 5, 7-ге, Е, А, Т, П, Н, Е-ге тең дейді, F 5, 2, 7, 6, 8-ге тең дейді. Енді қай жиындар бір-біріне тең? А және Д, С және F, В, С және F, С және Д, С және Е, Д, А және С дейді. Балалар қарап отырсақ, бұл жерде қайсы нұсқа дұрыс деп ойлайсыздар? Әрине, Д нұсқасы дұрыс, балалар. Себебі міне А және С нұсқасы дұрыс, бір-біріне тең екен. Келесі екінші сұраққа өтетін болсақ, төменде боялған бөлік 1,8-ден 7 санына сәйкес болу үшін тағы неше тор көз боялуы қажет? Суретте 14 тор көз боялған дейді міне балалар. Көріп тұрсыздар, 1,8-ден 8 мына жерде 8-ден 4-еу боялып тұр. Енді 1,8-ден 7 санына сәйкес болу үшін қанша неше тор көз боялғанын табуымыз қажет? А нұсқасы 3-еу дейді, В 4-еу, С 2, Д 1-еу дейді. Енді әрине бұл жерде қарап тұрсақ, ол А нұсқасы дұрыс, себебі және 3 тор көз бояуымыз қажет 1,8-ден 7 болу үшін. Келесі үшінші сұрақ: суреттегі заттардың ешқайсысына ұқсамайтын фигуралар жазылған жауапты белгілеңіз. А куб және пирамида, В шар және конус, С конус және цилиндр, Д цилиндр және куб дейді. Әрине бұл жерде А нұсқасы дұрыс. Яғни куб және пирамида екен. Келесі төртінші сұрақ: 7.800.500 санын разрядты қосылғыштарға жіктеңіз дейді. А мына жерде неше нөл бар екен? 6 нөл болса, 7 миллион қосу 80.000 қосу 500 дейді. Келесінде В нұсқасында 700.000 қосу 80.000 қосу 500 дейді. С нұсқасында 7 миллион қосу 800.000 қосу 500 дейді. Д нұсқасы 70 миллион қосу 800.000 қосу 500 дейді. Демек, бұл жерде әрине С нұсқасы дұрыс, балалар. 7 миллион 800.000 500. Келесі төртінші тапсырмаға өтеміз сұраққа. 157 азайту 26 көбейту 2 тең А дейді. Жоғарыда берілген өрнек төмендегі мысалдардың қайсылары үшін құрастырылған? А. Менде 26 сары алма, сарылардың екесе көп қызыл алма және қалғаны жасыл болатын барлығы 157 алма бар. Неше жасыл алма бар? Екінші нұсқасы: белгісіз санға 26 саны 2 рет қосылған кезде 157 саны шықты. Белгісіз санды табыңыз. А нұсқасы бірінші, екінші, В тек 2, С ешқайсысы, Д тек 1-еу дейді. Әрине бұл жерде В нұсқасы дұрыс, тек екінші ғана құрастырылған, дұрыс. Келесі алтыншы сұраққа көшетін болсақ, әрқайсының алты жағына Т, Н, Е, А, В әріптері жазылған 4 бірдей кубик берілген. Міне көріп тұрсыздар, осындай кубиктер беріліпті. Енді кубиктердің орналасу ретін өзгертпей пайда болатын 4 әріп әртүрлі болатындай етіп, бірінші кубиктен басқаларын төңкеру жоспарланды. Екінші кубикті төңкерген кезде Т әрпі, үшінші кубикті төңкерген кезде Н әрпі, төртінші кубикті төңкерген кезде әрпі шықпауы керек. Мұны неше түрлі тәсілмен жасай аламыз? Немесе неше түрлі сөз шығуы мүмкін дейді. Яғни бұл жерде санайтын болсақ, ол Д нұсқасы дұрыс, балалар. Яғни 24
тәсілмен шығарсақ болады екен. Келесі 7-ші. Қазақ тілі пәнінің емтихан нәтижесі қалған пәндердің нәтижелерінің қосындысы 1/3 бөлігіне тең. Қазақ тілі пәнінің емтихан нәтижесі нешеге тең дейді. Міне мынау емтихан нәтижелері: математика 80, қазақ тілі белгісіз, орыс тілі 40, ағылшын тілі 60 екен. Ал енді нұсқаларын қарайтын болсақ, А 40-қа дейді, В 60-қа, С 70-ке, Д 50-ге тең дейді. Енді бұл жерде В нұсқасы тең, яғни 60-қа тең екен. Қазақ тілі емтихан нәтижесі 60-қа тең. Келесі 8-ші сұрақ. Бір орыннан Айгүл мен Дастан саяхатқа шықты. Дастан сағат 10:00-де, Айгүл сағат 11:00-де шықты, балалар міне. Енді сол жерден сағат 12-де саяхатқа Нұрсұлтан да шықты. Нұрсұлтан сағат 13:00-де, Айгүлден сағат 14:00-де Дастаннан озды. Нұрсұлтан әр сағат сайын әртүрлі жылдамдықпен жүргені белгілі. Төмендегі тұжырымдардың қайсылары дұрыс? А. Алғашқы 1 сағатта Нұрсұлтанның жылдамдығы 6 км/сағат пен 8 км/сағат аралығында болды. Екінші сағатта Нұрсұлтанның жылдамдығы 1 км/сағатқа болды, тең болды. Үшінші Дастанның жылдамдығы алғашқы 1 сағатта 4 км/сағат, ал соңғы 1 сағатта одан 2 есе артық болды дейді. Енді осының дұрыс нұсқасын табуымыз қажет. А. Екінші дейді, В бірінші, С бірінші, екінші, Д бірінші, үшінші дейді. Демек, бұл жерде әрине Д нұсқасы дұрыс. Бірінші және екінші тұжырымдар дұрыс екен, балалар міне. Бірінші, үшінші тұжырым дұрыс екен. Келесі 9-шы сұрақ. Өлшем бірлігі қате берілген нұсқаны табыңыз. А. Темірден жасалған кубтың салмағы 350 кг, В. Ғимараттың биіктігі 140 метр, С. Кубтың көлемі 7 куб миллиметр литр, Д. 2 қаланың арақашықтығы 180 километр дейді. Әрине бұл жерде С нұсқасы қате берілген, балалар. Келесі 10-шы сұраққа. 10-шы сұраққа назар аударайық. Мәні 1-ге тең болатын өрнекті табыңыз. А. 47 бөлу 47 азайту 47 көбейту 0, В. 0 бөлу жақша ішінде 47 қосу 47 жақша жабылды қосу 47, С. 47 көбейту 47 азайту 47 көбейту 1, Д. 47 азайту 47 көбейту 0 қосу 47 дейді. Әрине бұның барлығына қарап тұрсақ, біздер А нұсқасы дұрыс, балалар. Мәні 1-ге тең болатын өрнек ол А нұсқасы. Келесі 11-ші сұрақ. Қосуды орындаңыз. 137 минут 35 секунд қосу 12 минут 44 секунд деді. А. 2 сағат 30 минут 9 секунд, В. 2 сағат 29 минут 19 секунд, С. 2 сағат 29 минут 9 секунд, Д. 2 сағат 30 минут 19 секунд дейді, балалар. Енді бұл екеуін қосқан кезде әрине Д нұсқасы дұрыс, балалар. 2 сағат 30 минут 19 секундқа тең екен. Келесі 12-ші сұрақта теңдеуді шешіңіз. X қосу 44-тен 17 азайту 44-тен 35. Жауаптар нұсқалары: А. 44-те 16, В. 44-те 21, С. 44-те 19, Д. 44-те 18. Не балалар, мына жерде ойшада көрсеңіздер, ол Д нұсқасы дұрыс, балалар. 44-те 18 нұсқасы дұрыс. Келесі 13-ші сұрақ. Қанат сағатына 70 бет кітап оқиды, ал оның әпкесі Айжан сағатына одан 10 бетке артық оқиды. Олар оқуды бірдей уақытта бастап, Айжан 1 сағатқа ерте аяқтады. Егер екеуі оқыған бет саны бірдей болса, Айжан неше сағат кітап оқыды? А. 8, В. 5, С. 7, Д. 6 дейді, балалар. Енді бұлай есептесек, ол С нұсқасы, яғни 7 сағат екен, балалар. Келесі 14-ші сұрақ. Жақшаларды теңдік орындалатында етіп орналастырыңыз дейді. Яғни бізде
Міне, 60 азайту 10 көбейту 5 қосу 2 тең 12 дейді. Енді бұл жерде нұсқалары А нұсқасында 60 азайту жақша ашылды 10 көбейту 5 жақша жабылды 2. В нұсқасы 60 азайту 10 көбейту жақша ішінде 5 қосу 2. С нұсқасы 60 азайту жақша ішінде 10 көбейту 5 қосу 2. Д нұсқасы жақша ішінде 60 азайту 10 көбейту 5 қосу 2 дейді. Демек, енді бұл жерде қарап отырсақ, әрине А нұсқасы дұрыс екен балалар. Енді ең соңғы 15-ші сұраққа назар аударамыз. 4 гектар егін алқабының қызылша өнімділігі 150 центнер гектар, ал 2 гектар егін алқабының қызылша өнімділігі 180 центнер гектар. 2 алқапта неше центнер қызылша жиналады дейді. А 1080 центнер, В 960 центнер, С 920 центнер, Д 1020 центнер дейді. Яғни бұл жерде не істейді? Яғни В нұсқасы дұрыс, яғни 960 центнер жиналады екен 2 алқаптан. Міне балалар, осымен математикалық сауаттылық пәнінен сынақ аяқталды. Сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.